Басталды ғой, иә. Ассалаумағалейкум, құрметті оратор тобының қатысушылары мен ұстаздары. Бүгінгі мен тақырыбым 8 қырлы бір сырлы тақырып. Қазақ халқы негізі 8 қырлы бір сырлы деп жан-жақты өнерлі, мінезі көркем адамды айтқан. Елестетіп көріңіздерші, ол өлең жазады, ол ән айтады, ол аттың құлағында ойнайды. Шешен сөйлейді, қолынан іс те келеді, есеп те келеді. Бірақ ең бастысы оның бір ғана сыры бар. Ол сөзіне берік, адал, шынайы. Міне мұндай жанды халқымыз 8 қырлы бір сырлы деп атаған. Баса алмай отырмын. 8 қыр дегеніміз адамның сан қырлы өнері, білімі мен таланты. Бір сыр дегеніміз мінезінің тұтастығы, адалдығы, бір сөздігі. Яғни неше түрлі іске шебер болсан да, түбінде бір ғана өзгермейтін асыл қасиетін адамдығын болу керек. Неге бұл маңызды? Себебі бүгінгі заманның бізден көп нәрсені талап етеді. 8 қырлы болу ол бүгінгі күннің парадигмасы. Бір мезгілде оқимыз, жұмыс істейміз, тіл үйренеміз, кәсіп ашамыз. 8 қырлы болу бүгінгі күннің қажеттілігі де, талабы да. Соның ішінде қанша шаруа бітірсек те, бұл адалдық біздің өзегіміз. Бұл қасиет болмаса барлық қыр жылтырлақ болып қалады. Абай атамыз армандаған толық адам осы болар. Ақыл, қайрат, жүрек, үшеуі тең дамыған жан. Оның ішіндегі ең маңыздысы, ең қасиеттісі жүрек. Адамның таза болуы. Сондықтан да қатысушылар, ұстаздар, әрқашанда білейік, үйренейік, көрейік, талпынайық. Оның ішіндегі адамгершілікті сақтап қалайық. Назарларыңызға рахмет.